Көңіл түкпірінде. Садех Хедият, Иран. Зарманда көлінің бойындағы қорықта бүгінге дейін бір асылзада жасап жатқан. Оның аты Хирта еді. Хирта орта жастан асқан адам болатын. Оның қыздай алған әйелі оны тастап, о дүниелік болып кеткен. Одан қалған бала да жоқ. Ол жақында 21 жасқа шыққан қызбен үйленді. Қыздың аты Манта. Ол қызбен кездейсоқ кезігіп қалған еді. Балық аулап қайтқан Хирта суға келе жатқан Мантаны тоқтатып алып су сұрап ішті. Оның аты жөн сұрады. Сол күні кеште қыздың үйіне барып, оның әкесіне қызымен үйлену талабын қойды. Ақсақал талабын қабылдаған соң көп уақыт өтпей Хирта Мантаны үйіне әкеп алды. Манта асқан сұлу еді. Шуақ төгіліп тұратын қап-қара көзі, өрген ұзын бұрымы оның сындарлы тал шыбықтай бітіміне құп жарасып-ақ тұратын. Оның таза сыңғырлы лебізі, биязы қимылдар көрген жанды есінен тандыратын. Ол бұл қалаға тәтті арман арқалап қадам тастады. Хирта періштедей қызды некелеп алса да, онымен бірге болуға уақыты шықпады. Ол әр күні мал мүлкі, ұлан-асыр жері және қорықтағы жұмыстарға жауапты еді. Сонымен әйелінің жанында болудан гөрі аң аулау, балық аулауға ерекше қызығатын еді. Уақыт осылай өте келе, сұлу қыздың шырайына вайым қайғының көлеңкесі ұялады. Бірнеше айдан кейін Хиртаның сарайы оған қапас зындан тәрізденді. Оның үстіне күйеуі өзінен 23 жас үлкен, әкесіндей адам еді. Үлбіреген жас қызға мұндай үлкен адаммен бірге өмір өткізу махаббат емес, шынында азап болған еді. Мантаға мейірбандық, күйінушілік, махаббат керек еді. Ал Хирта күні бойы сыртта жұмыспен болып, оны үйге жалғыз қалдыруы Мантаны зеріктіретін, азаптайтын болды да, ыстық күнге тастаған юмран әтіргүлі сияқты сарғаюға бастады. Әйелінің көңіліндегі бұл өзгерістер Хиртадан қағыс қалмады. Егер бірер шара таппаса, ғашықтық дертіне шалдыққан әйелінің ауруға кіріптар болатынын ойлады. Ол Мантаны жанынан артық көріп, дүниедегі ең қымбат затты оған тарту ретінде ұсынуға дайын еді. Манта оның баға жетпес байлығы еді. Манта таяудан бері күні бойы қасіреттеп отыратын болған. Бірер ұрттам шай ішті де, шынысын орнына қайта қоя салды. Мұнысынан біртүрлі ыңғайсызданып, күйеуіне көз салды да, жерге телміре қарап отырып қалды. Хирта тынысы тарылып сәл отырды да бәсең дауыспен: «Аяулым Манта, күні бойы мұңайып отырасың. Күнделікті жұмыстың қарбаластығында жүріп, сенімен бірге бола алмадым. Сен ендігі жерде уақытың бұлайша өтпейді. Саған сөзсіз қуаныш сыйлаймын». Хиртаның сөзінде махаббат жалындап тұрғанымен Мантаны көңілдендіре алмады. Ол жаратқанның әлдебір әмірін күткендей жерге қарап отыра берді. Хирта сөзін жалғап: «Манта, аяулым, сөзіме құлақ сал. Бір жақсы мал таптым. Саған қызметкер болуға бір жігітті ұсыныс етейін. Ол әйгілі шабандоз, ат мініп садағатуға шебер, басқа да ойын түрлерін біледі. Ол бізбен бірге тұрсын. Жатар орын тамағы бізден болады. Ол саған ат мінуді, ат ойынын, садағату ойындарын үйретеді. Хабар жіберейін, келіп қалар». Мантаның жүрегі қуаныштан атқалақтап соға жөнелді. Ат міну, ат үсті ойыны, жігіт, қызметкер болу деген сөздер оның зергішті тұрмысына қуаныш жеткізгендей болды. Сол күні кеште Хирта әйелімен бақшада сейілдеп жүргенде мейман келді деп хабарлады. Ол 30 жас шамасындағы бұйра шаш, шымыр денелі жігіт екен. Хаты Мехияр еді. Әсіресе денесі тіп-тік, екі көзі от шашып тұратын еді. Салауатты бұл жас жігітті көргенде неліктен екені белгісіз Мантаның жүрегі дір ете түсті. Көзінен ризашылық сезім ойнады. Мейман мен қожайын ортасындағы сөзге құлақ түріп, күйеуіне қарады. Мехияр жол машақаты мен жаңалықтар туралы сөйледі. Қожайынға қошамет көрсетіп, оның қорығы мен мекен-жайын мақтады. «Мәртебелім, бақшаңыз, сарайыңыз, мекен-жайыңыз құдды өз тұсындағы патша ордасынан қалыспайды екен. Бұл жерде көркем әтіргүлдер ашылып тұрады екен». Ол сөйлеп тұрып, Мантаға қарап қойды. Мехияр келгеннен кейін Мантаның қабағы ашылып кетті. Ол жаңа ойыншыққа ие болған баладай мәз болып, ән айтып, секіретін болып алды. Мехияр да көңілді. Мантаға тордып қалақшасын ұстауды, атқа мінуді үйрететін болды.
Екеуі ат мініп топ ойнайтын. Осылайша күні бойы бірге жүріп, бірте-бірте бірін-бірі жақсы көріп қалды. Мехияр орайлы сәттерде Мантаға жақсы көретінін айтып, ауаша сейілде жүргенде өзін-өзі тежей алмай, қыздың ұзын шаштарын алақанына салып ұзақ сүйетін. Одан оның аппақ білектеріне, мойнына жүзін тигізетін. Содан екеуі дала сейілінде жүріп, бір күні құшақтаса кетті де, еріндеріне жабыса қалды. Бірнеше күннен кейін таң сәріде сырттан келген Хирта киімдерін ауыстырып жатып Мантадан: «Сүйіктім, күндеріңе разымысың? Мехияр қандай адам көрінеді?» деп сұрады. «Өте разымын. Он маған көп нәрселерді үйретті. Қазір ат мініп арықтардан секіретін, допты да жақсы қағатын болдым. Допты әлі де жақсы ойнау үшін уақыт қажет екен». «Сенше қанша уақыт керек екен?» деп сұрады Хирта. «Бұған бірдеңе дей алмаймын. Мехиярдың айтуынша тума талантым жаман емес екен. Енді 3-4 айдан кейін майданға түс алады екенмін. Ол бір нәрсені үйренгенде асығуға болмайды, сабырлық керек дегенді айтады». «Тура айтады, сабырлық керек», деді Хирта. Бірдемнен соң тұйықсыздан: «Шыныңды айтшы, Манта, сен оны жақсы көріп қалдың ба?» «Оны жақсы көресің бе, я мені жақсы көресің бе?» деп сұрады. Манта сескеніп қалды. Жүрегі қорқыныш сигналымен қақса да: «Хирта, сен не деп кеттің өзің? Сен менің отағасым, қожайыным. Мехияр болса әдеттегі бір шабандоз». Хирта Мантаның қолдарын сипап тұрып: «Манта, мен сенің абыройыңды төгетін істі істемейтініңе сенемін. Онымен бірге ат мініп, сейілге шығып жүре бер. Бәріне де мен ризамын», деді. Сол күннен бастап Манта бұрынғыдан да еркін, азат болды. Әр күні Мехиярмен көңілді өте берді. Олар сүйісті. Кейде қорықтан алыстап, шалғын арасына сүңгіп кететін. Сол тұста Мехияр әдептен аттап кетсе, Манта өзін оның қолынан босатып алатын. Алайда күйеуінің абыройын төгетін істі істеуге батылы бармады. Ал Мехияр Мантаны өзіне қаратып алуға ынталанды. Бір күні ол Мантаға: «Манта, сүйіктім, айтшы маған, қай уақытта тәуелді боласың? Мені неге мұнша азаптайсың, әлде мені жақсы көрмейсің бе?» деп сұрады. «Сені жақсы көретінімді тілмен жеткізе алмаймын. Менің де азап шегіп жатқанымды білгейсің. Мен өз еркіммен іс істей алмаймын. Бірақ алаңсыз бол. Менің саған деген жүрегім кіршіксіз, махаббатым саған тән». Мехияр одан әсерленіп: «Онда қашанға шейін күтемін?» деді. «Мені мұнша азаптама», деді Манта. «Кіршіксіз махаббат әрқандай қиыншылықты жеңеді. Алдымызда қарлы тау тұрса да асып кетеміз». «Жақсы, бұл қарлы тауды махаббат отымызбен өртеп жіберейік». «Сүйіктім, онда көп бұдау беруіміз керек». Манта бұл азапты жолды ойлап, еңіреп қоя берді. Мехияр жүзін оның көкірегіне басып: «Сен разы болсаң болды. Бұл жолда өлуге де дайынмын», деді. Манта үнсіз қалды. Бейне түс көріп тұрғандай, көздерін жұмып, сөзін анықтап: «Мақұл, саған уәде берейін. Келер аптада Хирта шарлауға кеткенде мен сендік боламын», деді. 12 күн өткеннен кейін Хирта нөкерлерін бастап сыртқа қорықты шарлауға кетті. Мехияр мен Мантаның көздерінен қуаныш жасы төгілді. Түстен бұрын олар ат мініп, тау бөктеріндегі шалғын арасына барып жатып келді. Сол сәтте Мантаның көздерінен махаббат ұшқыны шашырады. Махаббаттың сиқырлы күшіне мас болып, олар бір-біріне телмірсе қараумен болды. Сол күннен бастап олар гүлдей жайнап жүрді. Шырын махаббатты, бақытты күндерін өткізді. Манта Хиртаның күмәнін қозғап алмау үшін жүріс-тұрысында ерекше сақ болды. Бірақ ғашық-машықтар қанша сақтық істегенімен сезік алдырды. Хирта шарлаудан келгеннен кейін Мантаның сөйлеген сөздеріне, манаураған шырайына зерделей қарап, Мантаның уәдесіне опасыздық істегенін біле қойды. Әрі астыртын өш алу ниетіне келді. Бір күні кеште Манта кешкі тамақ үстеліне келгенде Мехиярдың орнының бос тұрғанын көрді. Түстен кейін ат мініп, сейілге шығып қайтқан еді. Ал қазір ол жоқ. Әлде бір жаққа кетті ме деп ойлады. Хирта Мантаның алаңдап отырғанын білді де,
Көрші қыстақтағы біреу маған бір ат сыйлап еді. Мехиярды сол атта әкелуге жібердім. Ертең түстен кейін келеді, деді. Манта еңкейіп тамағын іше бастады. Ол түстен кейін Мехиярдың құшағында жатқан сәттегі тәтті минуттарын есіне алып, мейірленіп, өзінің сол бір әсерін басу үшін дереу бір ромка арақ ішті. Херта оның ромкасын толтырып қойды. Сол аралықта қызметші 2 тәлеңкеге қуырылған ет әкеліп алдарына қойды. Манта алдыға қойылған тағамдарды сүйсіне жей бастады. Тәлеңкедегі қуырылған етті де құшырлана жеді. Бірдемнен кейін ол алма аршып отырғанда, Херта ойда жоқ жерден: «Манта, жаңағы жеген қуырдақ аузыңа дәмді сезілді ме?» деп сұрады. «Дәмді? Я, өте дәмді екен». «Ненің еті екенін біле алдың ба?» «Жоқ, біле алмадым». «Ол Мехиярдың жүрегі. Сен ғашығыңның жүрегін жедің». Мантаның алма аршып отырған бәкісі қолынан түсіп кетті. Қаны қашқан ажары сұрланып, өңі өліктей қуарып, шұғыл қимылдап, терезеден анау жердегі гүлдікке қарай өзін лақтырды.